Бүгін біз құрама есеп шығаруды үйренеміз. Құрама есеп бірнеше амалмен орындалатын есеп. Мысалы, алдымен қосамыз, содан кейін азайтамыз, немесе керісінше. Ендеше мысалды бірге шығарып көрейік. Дүкенге 8 килограмм алма әкелінді. Оның 3 килограммы сатылды. Кейін дүкенге тағы 5 килограмм алма әкелінді. Сұрақ: дүкенде барлығы неше килограмм алма қалды? Есепті шығару үшін екі амал орындаймыз. Бірінші амал: 8 килограммнан 3 килограммды азайтамыз. Дүкенде 5 килограмм алма қалды. Екінші амал: қалған 5 килограммға тағы 5 килограмм алма қосамыз. Сонда 10 килограмм алма болды. Демек, жауабы: дүкенде 10 килограмм алма бар. Міне, осылайша біз екі амал орындап, құрама есепті шығардық.